Давайте поговорим сегодня о слове интерес. Да, тема интереса. Интерес на казахском будет қызығушылық. Қызығушылық. Мне эта тема интересна. Бұл тақырып маған қызық. Или бұл тақырып мені қызықтырады. Эта тема меня интересует. Бұл қызық, это интересно. Потом что еще? Эта тема мне не интересна. Бұл тақырып маған қызық емес. Бұл тақырып, эта тема мне қызық емес, не интересно. Я просто сейчас импровизирую, и поэтому в целом вы можете научиться по видеоурокам на YouTube много, да? И потом приложение свели и трихро. А это то, что которое об обыденной жизни мы говорим. Вот. Будни, да? И вот теперь давай не будем говорить об этом. Бұл туралы айтпай қояйықшы. Бұл туралы об этом айтпай қояйықшы. Не будем говорить. Можно ли не говорить об этом? Бұл туралы айтпай қойса болады ма? Бұл туралы об этом айтпай қойса болады ма? Можно ли не говорить? Какие еще темы тебя интересуют? Или вас, да? Сізді, сені, сізді, вас, сені, тебя. Тағы да еще қандай, какие тақырыптар, темы, тақырыптар қызықтырады, интересует. Почему эта тема тебя не интересует? Или не интересна, да? Бұл тақырып, эта тема саған, тебе, сізге, вам. Почему? Неге қызық емес? Неинтересно. Қызықтырмайды. Не интересует. Қызықтырмайды. Актуальная проблема. Өзекті мәселе. Но во многих текстах, во многих высказываниях на официальных каналах, да, слово проблему не переводят. Но по идее это мәселе. Мәселе и проблема, и вопрос. Это актуальная проблема. Бұл өзекті мәселе. Потому что еще давай не будем говорить об этом сегодня. Пожалуйста. Пожалуйста, сегодня. Бұл туралы об этом айтпай қояйықшы. Будем говорить. Басақ болады ма? И резонный вопрос, да, тогда, когда будем говорить, тогда, онда, тогда, қашан, тогда, айтамыз, будем говорить, сөз қозғаймыз, или можно сөз қозғаймыз, затронем вопрос. Еще хорошо, что мы обсудили этот интересный вопрос. Біздің бұл қызықты мәселені қозғағанымыз дұрыс болды. Біздің бұл қызықты мәселені қозғағанымыз дұрыс болды.
мне не интересна политика. Маған саясат қызық емес. Мне саясат қызық емес. Мне не интересно обсуждать политику. Маған саясатты талқылау, обсуждать, талқылау қызық емес, не интересно. Потом еще еще так қызықтырады. Сейчас, да, на данный момент. Интересует ли тебя нынешний судебный процесс, да, который ведется по телевидению, который ведется онлайн? Сені тебя, сізді вас онлайн көрсетіліп жатқан, показывающий онлайн сот процессы, судебный процесс қызықтырады ма? Интересует ли? Жоқ, маған сот процессы қызық емес. Мне не интересен судебный процесс. Маған сот процессы қызық емес. Потом у меня есть личное мнение по данному вопросу. Менде бұл мәселе бойынша өзімнің жеке пікірім бар. Личное мнение, жеке пікір. Я остаюсь при своем мнении. Мен өз пікірімде қаламын. Мен өз ойымда пікірімде қаламын. Я считаю это правильно. Мен оны дұрыс деп есептеймін. Оны, его дұрыс, правильно есептеймін. Дұрыс деп есептеймін. У каждого есть свой выбор. Әркімнің өз таңдауы бар. У каждого өз свой таңдауы бар. Выбор бар. Таңдауы бар. Пусть каждый... Нет, баланс, потом еще... Сені қызықтыратын, сізді қызықтыратын тақырыптарды айтасың ба? Атап өтесің ба? Расскажешь ли ты? Перечисли, пожалуйста. Или перечислите, пожалуйста. И интересующиеся вас темой. Тебя темой, да? И еще, например, и одна тема, да, мектептегі білімнің сапасы сені қызықтырады ма? Интересует ли тебя качество образования в школе? Или вас, да? Сізді мектептегі білімнің сапасы, качество образования в школе қызықтырады ма? И еще... Кажется, все. Если вам это интересно или хотите предложить свои темы, пишите.